Сәлем достар, біздер Маруана Айшаның мектебінен сіздерге сәлем айтамыз. Құс. Я, дұрыс. Ау, ау. Волк. Қазақша айтпайсың ба? Қасқыр. Қыздар, мында қараңдар, сәлем жолдайық. Сәлем. Жаңылтпаш айтып беріңдерші. Ғарскер тығырсқа тығыркер айтырағарыш алғыспап. Шын еңбекші, өрмекші, шын еңбекші. Тақпақ жата, жақпақ тақпа, ой жатқа жатта. Бүгін жаттуды менен қайталайсыңдар. 1-2 тұрайық, ала қанды ұрайық. Саңырау құлақты отырып, емен дерші тұрайық. Жоғары төмен қарайық, орнымызға жығысайық. Туй, неге камераны қозғалтып жібергенсің? Қайтадан түсіреміз. Сенде бір кашылға түсіре береміз. Біздер қазір Маруана Айшаны күтіп жатырмыз. Мына жерде Тимирлан мен Саша достарымыз. Жоқ, Батыр мен Айдахар. Ой, кешірерсіздер, Батыр мен Айдахар. Мен нарында жүргенде еніреген ер едім. Исатайдың бірінде екі таран бөле едім. Ерігіскен дұшпанға қызыл сыры жебе едім. Жақсыларға еп едім, жамандарға көп едім. Шашу! 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 Балалар, бүгін сабақтың мақсаты бауырсақ пісіру. Бауырсақ? Иә, ол үшін біз сендермен мектептен дүкенге барып, азық-түлік түрлерін сатып аламыз. Осының барлығын қазақ тілінде сөйлеу арқылы орындау қажет. Ал бауырсақты пісіру үшін қандай азық-түлік қажет? Алдыңғы сабақта өткен, соның ішінде ұн, сүт, сұйық май, жұмыртқа, ашытқыны сатып алу керекпіз. Ал балалар, кім қандай азық-түлік түрін алады? Біз ұн. Сөйлемді толық айтамыз. Біз ұн аламыз. Дұрыс. Мен сұйық май әкелемін. Ал мен ашытқы әкелемін. Жақсы. Ал мен жұмыртқа аламын. Ал мен сүт аламын. Сен не аласың? Мен тұз әкелемін. Мен тұз әкелемін. Жақсы, екеуің бірге барып тұз алып келіңдер. Барлығын алған соң, осы жерге келесіңдер. Мен сендерді осы жерде күтіп аламын. Жақсы? Сәлем, достар. Бұл мен бауырсақ готовить буду. Иә, мен деген өзім тамақ пісіремін, өзім продукты аламын. Шүк, сен не істеп жатырсың? Біз ұн алмаймыз ба? Что? Сіз неге алай етасыз? Мен хотя бы тырысып жатырмын. Тырысып жатырмын емес па? Мен жақсы білемін қазақша. Шап! Шап, жылқым, шап! Шап, жылқым, шап, шап! Мынау активті құрғақ ашытқы. Бұл жерде ақуыздар 42 грамм, ал мұнда 50 грамм. Ал неге мұнда көмірсулар аз, ал мұнда көп? Жаңа бір адам қазақша сөйлей алмай ашуыма тиіп кетті. Жауап та бергім келмеді. Сөйлесе қазақша дұрыстап сөйлемейді ма? Акцентпен сөйлейтін адамдарды жек көремін. Айран, кефир, түн, ночь, платье, көйлек, нан, хлеб. Міне қарандаршы қаншама?
сөздер жатап жүрмін. Бауырсақ. Сендер не істеп жүрсіңдер? Біздерді Маруан апа күтіп отыр ғой. Қызым ау алтыным, мына қаймақ Қазақстанда жасалған ба? Соны тауып оқып берші. Иә, әже, бұл қаймақ Қазақстанда жасалған. Рахмет саған, өзің қазақша тәп-тәуір сөйлейсің ғой, қандай ақылды қызсың. Тфәй. Рахмет, әже, ал сіз сұйық майқында тұрғанын білесіз бе? Тұра тұр. Қазір ана келесі қатардан көрдім. Қазір шыққан соң, соңға қарай бұрын. Рахмет, әже. Сендер неғып жүрсіңдер? Маруан әже күтіп қалды ғой. Темірлан қайда? Әше, біз балымызда қалайықшы. Әше, ертегі айты беріңізші. Ерте-ертеде бір ешкінің 7 лағы болыпты. Бір лағы қара, ал қалғандары ақ-лақ болған екен. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып, ақылын айтады. Шырақтарым, ешкімге есік ашпаңдар, орманда қасқыр жүр. Мен келгенде лақтарым, шырақтарым, аналарың келді, түті келді деп әндетемін. Сол кезде ғана ашасыңдар. Осы кезде терезе сыртында тұрған қасқыр оның сөзін естіп қалады. Лақтарым, шылақтарым, ана келді, сүт келді. Сен қасқырсың, кет кәнеке. Бұл анамыз емес. Қасқыр барып кеседен су ішіп, қайтып есіктің алдына келіп, дауысын жіңішкелетіп сөйлейді. Лақтарым, шылақтарым, ана келді, сүт келді. Ашайын дегенде лақтардың біреуі аяқтарын көріп қалады. Аяғына қараңдар. Сен қасқырсың, кет кәнеке. Бұл анамыз емес. Сол кезде қасқыр жүгіріп барып, аяғын аққа бояп алады. Қайтадан келеді. Лақтарым, шылақтарым, ана келді, сүт келді. Сосын сеніп есікті ашады. Қасқыр жүгіріп барлығын қуа бастайды. Лақтар жан-жаққа қаша жөнеледі. Қасқыр қашып жүріп, барлығын жеп қояды. Тек біреуін ғана байқамай қалады. Ешкі үйге кіріп, лақтарын шақырады. Аман қалған лақ қарсы шығып, болған жайды айтып береді. Қараса, қасқыр көгалда шалқасынан түсіп қорылдап жатыр екен. Ешкі мүйізімен қасқырдың қарнын жарып жібереді де, алды лақ шыға келеді. Бәрі де аман есен. Қасқырдың іші ауырып, орманға қашып кетеді. Тілін білмейтіндер емес, тілін білгісі келмейтіндер мәңгүрт. Тіл ұлттың сүйенетін тамыры, сыйынатын тәңірі.